Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 143-ші сабағымызды бастаймыз. Ішкі жиын, суды қорғау. Сен жиындардың ішкі жиынын құрасын. Бірінші есеп, амалдарды орында. Шыққан нәтижелерді өсу ретімен қойып, қандай мақал жазылғаны анықта. Мақалдың мағынасын түсіндір. 1000 азайтылған 225 бөлінген 5 азайтылған 76 бөлінген 19. 1000 азайтылған 225. Біздер 1000-нан 225 азайтамыз. 0-ден 5 азайтылмаймыз, 1 мыңдықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 мыңдықта көмек береді. 1 мыңдық 900-ке 9 ондыққа 10 бірлікке тең. 10-нан 5 алғанда 5 шығады, 9-дан 2 алғанда 7 шығады, 9-дан 2 алғанда 7 шығады. Жауабы 775. Енді біздер 775-ті 5-ке бөлеміз. 7-ні 5-ке бөлгенде 1-ден береміз. 1 5-ін 5. 7-тен 5 алғанда 2 болады, 7-ні жазып қоямыз. 27-ні 5-ке бөлгенде 5-тен береміз. 5 5-ім 25. 27-тен 25 азайтқанда 2 шығады, 5 жазып қоямыз. 25-ті 5-ке бөлгенде 5, 5 5-ім 25, азайтқанда 0, жауабы 155. 76-ны 19-ға бөлеміз. 76-ны 19-ға бөлгенде 4-тен береміз. 4-ті 19-ға көбейтейік, ол бізде 76 шығады, азайтқанда 0, жауабы 4. Енді 155-тен 4 азайтамыз. 5-тен 4 азайтқанда 1 шығады, 5-ті және 1 жазып қоямыз, жауабы 151. 269 көбейтілген 2 азайтылған 864 азайтылған 435. 864-тен 435 азайтамыз. 4-тен 5-ті азайтылмаймыз, 6 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықта көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 14-тен 5 алғанда 9 шығады. 5-тен 3 алғанда 2 шығады, 8-ден 4 алғанда 4 шығады, 429. Енді 269-ды 2-ке көбейтеміз. 9 2 18, 8-ін жазамыз, 1 ойда. 6 2 12, 1 қосқанда 13, 3-ін жазамыз, 1 ойда. 2 2 4, 1 қосқанда 5, 538 шығады. 538-ден 429 азайтамыз. 8-ден 9 азайтылмаймыз, 3 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықта көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 8 қосқанда 18, 18-ден 9 алғанда 9 шығады. 2-ден 2 алғанда 0 шығады, 5-ден 4 алғанда 1 шығады. Жауабы 109. 542-ден 307-ні азайтамыз. 2-ден 7-ні азайталмаймыз, 4 ондықтан көмек сұраймыз. Ол бізге 1 ондықта көмек береді, 1 ондық 10 бірлікке тең. 10-ға 2 қосқанда 12, 12-ден 7 алғанда 5 шығады. 3-тен 0 алғанда 3 шығады, 5-тен 3 алғанда 2 шығады. 235 шығады. 87 бөлінген 29. 87-ні 29-ға бөлгенде 3 болады. 3-ті 29-ға көбейткенде 87, азайтқанда 0, жауабы 3. Енді біздер 235-ті 3-ке көбейтеміз. 5 3-ім 15, 5-ін жазамыз 1 ойда. 3 3-ім 9, 1 қосқанда 10. 0-ін жазамыз 1 ойда. 2 3-ім 6, 1 қосқанда 7. 705 шығады. 104 көбейтілген 3 қосылған 92 бөлінген 23. 104-ті 3-ке көбейтеміз. 4 3-ім 12, 2-сін жазамыз 1 ойда. 0-ді 3-ке көбейткенде 0, 1 қосқанда 1, 1 3-ім 3, 312 шығады. 92-ні 23-ке бөлеміз. 92-ні 23-ке бөлгенде 4 болады. 4-ті 23-ке көбейткен 92, азайтқанда 0, жауабы 4. 312-ге 4-ті қосамыз. 2-ге 4 қосқанда 6 шығады. 1-ге 1-ді жазып қоямыз, 3-ті жазып қоямыз, жауабы 316. Енді шыққан жауаптарды өсу ретімен жазайық. Олар 109, 151, 316 және 705. Бізде сонда мынандай мақал шығады. Судың да сұрауы бар. Екінші есеп. Фигуралардың ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болып табылатынын анықта. Эйлер-Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған фигуралардың суреттерін сал. С төртбұрыштар жиыны, А тіктөртбұрыштар жиыны, Б шаршылар жиыны. Қараңыздар, бізде енді фигуралардың ортақ қасиеттерін атайық. Ол бізде 4 қабырғасы бар барлығында және 4 бұрышы бар. Енді қараңыздар, міне Б жиыны бар, ол бізде шаршылар жиыны. Мінекей оны салып қойдым. Енді А жиыны бар, ол бізде тіктөртбұрыштар жиыны. Тіктөртбұрыштар жиынына тіктөртбұрыштың өзі және шаршылар да еніп кетеді. Ал енді С жиыны ол бізде 4 бұрыштар жиыны. 4 бұрыштар жиынына мінекей кез келген 4 бұрыштар, одан кейін ішіне тіктөртбұрыштар, шаршылар барлығы енеді. Сонда бізде былай айтамыз. Б жиыны А жиынының ішкі жиыны, А жиыны С жиынының ішкі жиыны, Б жиыны С жиынының ішкі жиыны. Үшінші есеп. А жиынының элементтерінен өзін анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құр. Эйлер-Вен диаграммасына әрбір жиынның элементтерін жаз. 2 ішкі жиын құруға бола ма? Бізде А жиыны берілген, онда 22, 6, 53, 11, 44, 70, 9, 33, 12 элементтері берілген, сандары берілген. Енді біздер осының ішінен бір жиын құрастыруымыз керек. Оған ол және ол ішкі жиын болу керек. Мысалы, Б жиын алайық. Ол 11-ге бөлінетін сандар. Олар 11-ге бөлінетін сандар, мысалы, 10 ішінде 11 бар, 22 бар, 33 бар, 44 бар. Біздер бөлек бір жиын құрастырдық және ол А жиын ішкі жиын болып табылады. Енді осы А жиынынан біздер ішкі жиын құрастыруымыз керек, бір 2 ішкі жиын құрастыруымыз керек. Мысалы, Б жиыны манағыдай 11-ге бөлінетін сандар деп алатын болсақ,
Ал С жиынын 10-ға бөлінетін сандар. 10-ға бөлінетін сандар олар 50 мен 70. Мінекей, біздер А жиынынан ішінен 2 ішкі жиын құрастырдық. Төртінші есеп. Эйлер-Вейн диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған бірнеше элементтерді жаз. N 2 таңбалы натурал сандар жиыны. А 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Б 30-ға тең және одан артық 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Қараңыздар, бізде N 2 таңбалы натурал сандар жиыны, оның ішіне барлық 2 таңбалы сандар кіреді. Және А жиыны ол 30-дан кем болу керек. Мысалы 29, 12, 10, 18, 16 деген сияқты да. Ал Б жиынында 30-ға тең және одан үлкен болу керек. Мысалы 30, 31, 32, 65, 74 деген сияқты сандар. Мінекей, оны біздер Эйлер-Вейн диаграммасы арқылы жаздық. Бесінші есеп. А нұсқасы 3 жиын берілген. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны дейді. Екінші жиын 1 таңбалы натурал сандар жиыны. Үшінші жиын 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Әрбір жиынның бірнеше элементін жаз. 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен белгіленген? 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген? Мысалы, 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиынын қызыл түспен бейнеленген дейміз, мінекей. Ол бізде С жиыны, және А жиынында біздерде 1 таңбалы натурал сандар жиыны, ал Б жиынында 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Ал және С жиыны бізде 100 деген сан бар, ол жалпы С жиынына еніп кетеді. Өзін сандар жиынына мысалы ойлап жаз, оның ішкі жиынын құр. Мысалы, өзіміз сандар жиынын құрастыруымыз керек. Мысалы, А жиыны 2 таңбалы натурал сандар жиыны, Б жиыны 2 таңбалы жұп сандар жиыны, С жиыны 2 таңбалы тақ сандар жиыны. Қараңыздар, Б жиынында біздер 2 таңбалы жұп сандар жаздық, олар 10, 12, 24, 68, 74, 98 деген сияқты сандар. Ал С жиынында 2 таңбалы тақ сандар жиыны, олар 11, 47, 99, 75, 63 сияқты сандар. Алтыншы есеп. Суды ластау көздерін ата. Суды ластанудан қалай қорғауға болады? Суды ластау көздері өнеркәсіптік тазартылмаған су арқылы ластанады. Коммуналдық шаруашылық арқылы, ауыл шаруашылық өндірісін тазартылмаған су арқылы және көлік арқылы. Бұлардың барлығы суды ластау көздері. Бөліктер мәнін тауып, оларды өсу ретімен ата. Суды ластау көздерінің ең ірісі қайсысы? Судың әрбір ластау көзіне диаграммадағы қай бөлік сәйкес келеді? 973 азайтылған 646. Мінекей, азайтамыз, 3-тен 6-ны азайтылмаймыз, 7 ондықтан көмек сүреміз. Ол бізге 1 ондықты көмек келеді, 1 ондық 10 бірлік кетен. 10-ға 3 қосқанда 13, 13-тен 6 ағанда 7 шығады. 6-тен 4 ағанда 2 шығады, 9-тан 6 ағанда 3 шығады, 327 шығады. Келесі 579 қосқан 298. 9-ға 8 қосқанда 17 болады. 7-сін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 7 қосқанда 8, 8-ге 9 қосқанда 17. 7-сін жазамыз, 1 ойда. 1-ге 5 қосқанда 6, 6-ға 2 қосқанда 8 шығады, 877 шығады. 203 көбейтілген 2, 3 екім 6 болады, 0-ді 2-ге көбейтілгенде 0 болады, 2 екім 4, 406 шығады. 108 көбейтілген 2, 8 екім 16, 6-сын жазамыз, 1 ойда. 0-ді 2-ге көбейткенде 0, оған 1 қосқанда 1, 1 екім 2, 216 шығады. Енді шыққан жауапты да өсу ретімен жазайық. 216, 327, 406 және 877. Суды ластау көздерінің ең ірісі ауыл шаруашылық өндірісінің тазартылмаған суы. 7-ші есеп, есептерді шығар. А нұсқасы. Егер шүмек дұрыс жабылмаған болса, тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Балалар мектепте 3 шүмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, 1 тәулікте қанша литр су ағып кетеді? 2 тәулікте ше, 3 тәулікте ше. 1 шүмек 1 күнде 20 литр су ағып кетеді дейді. Ал 3 шүмекпен 1 күнде қанша литр болады? 3 шүмекпен 2 күнде қанша литр су ағып кетеді? 3 шүмекпен 3 күнде қанша литр су ағады? Қараңыздар, бірінші сұраққа жауап берейік. 3 шүмек болса қалай болады? 3-ті 20-ға көбейтеміз, ол бізде 60 литр шығады. 1 күнде 3 шүмек 60 литр су жоғалтады. Ал енді 2 күнде болса 2-ге көбейтеміз, ол бізде 20 литр болады. 3 күн болса 3-ге көбейтеміз, ол бізде 180 литр шығады. Жауабы 1 тәулікте 60 литр, 2 тәулікте 20 литр, 3 тәулікте 180 литр су ағып кетеді. Ә нұсқасы. Пәтердегі құбырдан су тамшылап тұр. Тамшылаған судан 6 минутта 1 стақан толады. Егер 1 литр су 5 стақан болса, онда 1 сағатта қанша литр су ағып кетеді? 1 тәулікте ше. 6 минутта 1 стақан, 1 литр 5 стақанға тең, 1 сағатта қанша литр су ағып кетеді? 1 тәулікте қанша литр су ағып кетеді? Қараңыздар, 1 сағатта 60 минут бар. Қараңыздар, 60 минутты 6-ға бөлген кезде, 6 минуттан бөлген кезде, сонда 10 стақан болады екен, иә? Енді 10 стақанды 5-ке бөлеміз. Себебі деген
10 стақанымыз 2 литр болады екен. 5 стақан 1 литр болса, 10 стақан 2 литр болады екен. 1 сағатта 2 литр жоғалтатын болсақ, 24 сағатта 48 литр жоғалтамыз. Жауабы 1 сағатта 2 литр су, 1 тәулікте 48 литр су ағып кетеді. Бұл нұсқасы үйіліп тұрған ыдысты суды қатты ағызып жуғанда 100 литр су жұмсалады. Ал қол жуатын шұңғылшаның суағарын тығынмен жауып қойып, суды қажетіне қарай құйып алып жуғанда 20 литр су кетеді. Егер ыдысты екінші тәсілмен бір күнде 3 рет жуса, онда неше литр су үнемдеуге болады? Қатты ағынмен 100 литрден су жұмсайтын болсақ, 3 рет жұмсайтын болсақ, қанша болады? Құйып жуған кезде 20 литрден пайдаланамыз, 3 рет пайдаланамыз, бір-бірінен қанша литрге үнемдеуге болатынын табуымыз керек. Енді 100-ді 3-ке көбейтеміз, 300 болады. 20-ны 3-ке көбейтеміз, 60 шығады. Орда азайтқан кезде 240 шығады. Жауабы, егер ыдысты екінші тәсілмен бір күнде 3 рет жуса, онда 240 литр су үнемдеуге болады. 8-ші есеп. Көп бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше, олардың периметрін тап. Қараңыздар, мысалы бізде ABCD шаршысы берілген, оның барлық қабырғалары бірдей. Қараңыздар. AB 2 см, BC 2 см, CD 2 см және AD 2 см. Периметрін табу үшін қабырғаларын қосамыз, ол бізде 8 см шығады. Жауабы фигураның периметрі 8 см. Келесі ән нұсқасын қарайық. Бізде бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 бұрыш берілген. Оның барлық қабырғасы 1 см ден, олай болса 6 қабырғасын барлығын қосқан кезде 6 см шығады. Жауабы фигураның периметрі 6 см. Енді қараңыздар, бұл нұсқасын қарайық. Бұл жерде бізде FG қабырғасы беріледі 2 см, NF қабырғасы 2 см, GR қабырғасы 2 см және NR қабырғасы 4 см. Периметрін табу үшін барлық қабырғалардың сантиметрлерін қосамыз, сонда 10 см шығады. Жауабы фигураның периметрі 10 см. 9-ші есеп. Бөшкеде 28 литр су бар. Сыйымдылығы 7 литр шелек және сыйымдылығы 4 литр ожау бар. Бөшкеден шелекке 6 литр су құйып алу қажет. Осы ыдыстардың көмегімен қажетті мөлшердегі суды қалай құйып алуға болады? Кестені пайдалан. Қараңыздар, бізде ыдыстар берілген 28 литрлік, 7 литрлік және 4 литрлік. Қараңыздар, бізде бөшкеде 28 литр су бар деді. Біздер 7 литрлік шелекті пайдаланамыз және 4 литрлік ожауды пайдаланамыз. Осыларды пайдалану арқылы біздер 6 литр суды құйып алуымыз қажет. Енді қараңыздар, бірінші қадам. Бізде 28 литр су бар, басқаларында ешқандай су жоқ, 0 деп жазып қойдым. Енді қараңыздар, мен енді 7 литрлік шелекті толтырамын. Сонда менде 21 болады. 28 болды, 28-ден 7 азайтқанда 21 шығады. Енді қараңыздар, менде қазір 7 литр су бар, енді мен оны деген 4 литрлік ожауға құямын. Сонда ожауда 4 литр, менде мына жерде 3 литр қалады. Енді бізде сонда үшінші қадамда 21 литр, 3 литр, 4 литр сулар бөлінді. Енді төртінші қадам қалай болады? Мен мына 4 литрлік суды мына бөшкеге құйып жіберемін, сонда онда 25-ке 4 қосқанда 25 литр болады. Мына жерде 3 литр су бар. Так, ал ожауда ешқандай су жоқ. Одан кейін не істейміз? Мына 3 литрлік суымды мен ona деген шелектен мына ожауға құйып жіберемін. Сонда менде ожауда 3 литр, шелекте еш нәрсе жоқ, ал бөшкеде 25 литр болады. Енді біздер мына бөшкедегі суымызды мінекей 7 литрлік шелекке құямыз, оны толтырамыз. 25-тен 7 азайтқанда 18 шығады, көрдіңіз бе? 18. Ары қарай не істейміз? Енді бізде қазір 7 литрлік суымыз бар. Мен деген мына ожауда толтыруым керек. Ожауға енді мен 1 литр құя аламын, көрдіңіз бе? Толтыру үшін. Сонда 3 литр емес, ода 4 литр болып кетеді ожауда. Ожауымыз толтырылды, шелегімізде 6 литр бар, ал бөшкемізде 18 литр бар. Қараңыздар, біздер қалаған нәтижемізге жеттік. Бізге 6 литр суды құйып алу қажет болды. Мінекей біз оны құйып алдық. Мінекей 6 литр суымыз мінекей шелекте бар екен. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.